Greenwix өзінің керемет даңқынан қалай айырылды? Бүгінгі видеода сол туралы видео болады. Қалайсыңдар достар, сендермен бірге мен OBX яғни бұрынғы Демфи, мен өзімнің атымды өзгерттім және жаңа форматтағы видеоларды бастайын дедім. Бүгінгі видеода біз Greenwix өзінің даңқынан қалай айырылды, сол туралы видео түсіретін боламыз. Бірінші себеп Greenwix'та читерлердің көбеюі. Greenwix'та читерлер өте көп болды. Себебі 2017-2018 жылдары Pocket Edition болды. Pocket Edition өте жүйесі әлсіз болғандықтан читерлер оған оңай кіріп кетті. Яғни, мысалға айтқан кезде автоклик, fly speed, kill aura, автоклик, немесе тағы басқа, мысалы МКП мастер деген сияқты оңай читтермен де адамдар кіріп кетті. Мына видеода ойнап отқан, мен читпен ойнап жатқан жоқпын, себебі мен сендерге жай ғана көрсетіп жатырмын. Бұл әрине макро. Мен бір катка бойы макромен ойнап көрдім. Мен ПК с телефонымен ойнаймын, если что. Сендерге айтып қояйын, сендер читіп ойлап қалмаңдар, бұл әрине макро. Сол себепті енді кешіріңдер. Ал біз видеоға көшейік. Greenwix өзінің кризисін қалай шығарды, немесе өзінің даңқынан қалай айырылды? Қазір сол туралы айтатын боламыз. Ал бізде екінші себептердің бірі ол обновалардың көп азаймауы. Яғни 2017, 2018, 2019 жылдары Minecraft, яғни Microsoft өзінің жұмысын жиілеткен кезде көптеген версиялар шығып кетті. Мысалы 16 немесе 17 версиялары. Ал сол жылдары ескі девайспен ойнайтын адамдар, олардың телефоны бұл нәрселерді көтермеді. Және Greenwix ескі версияларда қалып кетті. Себебі оларда Greenwix ал Minecraft өзінің жұмысын жиілеткен кезде Greenwix ақырындата бастады. Себебі Pocket Edition шыққаннан кейін, 1.16-дан кейін Greenwix 1 жылдан кейін 1.17-ні жаңартқан болатын. Ал олар, яғни кейбір ойыншылар кетіп қалды. Мысалы, Predix және басқа да серверлерге. Себебі бұндай серверде ойнау оларға қызықсыз болды. Тек жаңа версияға өтсе, ескілері кіре алмай қалды. Және келесі бізде үшінші себебіміз бар еді. Ол бәсекелестік. 2018-2019 жылдары көп жаңа серверлер шықты. Яғни Nether Games, Broken Lands, Hyperlands деген сияқты. Олар күшті античит қолданды. Сол себепті Greenwix-тағыдай адамдар, читерлер ол серверге кіре алмады. Және олар жиі обновалар жасады, көбірек мини-игра мен ивенттер қосты. Greenwix-та олармен салыстырғанда Greenwix олардан қарағанда әлсіз болды. Сол себепті көп ойыншылар сол серверлерге кетіп қалды. Және бізде үшінші себеп, яғни үшінші себеп ол бізде ютуберлердің басқа форматқа кетуі. Яғни, өйткені Greenwix уже балалардың болғанда Minecraft уже балалардың ойнайтын ойыны болғандықтан көптеген адамдар бұл серверден, бұл Minecraft-тан кетті. Және тағы да басқа шутерлік ойындар шықты. Яғни, шутерлік ойындар шыққан жоқ, оларды көрді. Яғни, мысалға айтқанда Досымжан, Notaplay, Zefrix, Merzi, Melzi, тағы да басқа да Bruno, Ташер қызы Аско деген сияқты ютуберлердің бәрі сол серверге кетті. Яғни, бұл шутерлік ойындардың бірі Free Fire. Free Fire Minecraft-қа өте үлкен бәсекелестікпен қарады. Және де Java Edition-ның көбеюі. Java Edition сол жылдары өте SNG-да өте хит болды. Сол себепті біз Демфи, және де тағы да басқа ютуберлеріміз, яғни Демфи, Милан, Матчан деген сияқты ютуберлерімізден айырылып қалды. Және ең басты себептердің бірі, яғни Greenwix-тан адамдардың бәрінің кетуіндегі ең басты себеп ол обновление. Мінеке достар, бұл енді мен ПК с телефонның нәрсесі, міне кнопкалар басқаратын нәрсе, если что, ренжімеңдер. Бізде неліктен адамдар, яғни Greenwix ойыншылары неліктен азайды? Бүгін болғанда дәл қазір сол туралы айтатын боламыз. Ол
обновление болды. Яғни Bedwars 1.3. Bedwars 1.3 Bedwars 1.3 версиясы, яғни обновлениясы көп адамдарға ұнамады. Себебі ол кезден кейін уже біздің толығымен адамдарымыздан айырылған кез еді. 2019 сол 2018-дің соңғы жақтарына қарай сол обновление шықты. Бірақ та кейін ол обновленияға өкінді. Себебі сол обновлениеге кейін Greenvix 300-400 адамдарынан айырылған болатын. Яғни қасықтап жинаған еңбегін шелектеп төкті. Бір обновление. Ол обновление Bedwars 3.0 еді. 3.0 Bedwars обновлениясында көптеген нәрселер алынды. Мысалға айтқан кезде ол әрине топор, кирка, топор, ножницы, шерсть деген сияқты заттар алынды. Және осыған дейінгі автомост, трекер және бізде классика режимдер болды. Және ең танымал материал болды. Greenvix шыққан кезде ол 2015 жылдың июні еді. Ал ол 2016 жылы Greenvix тарихындағы, яғни Bedrock тарихындағы ең мықты серверлердің бірі болды. Себебі ол жақта автомост, трекер болды. Бірақ кейін 3.0 обновлениясынан кейін олар көп қолданылмай, және сол сияқты заттар өте көп шығып кетті. Ножницы, топор деген сияқты заттар, шерсть, дуб деген сияқты заттар еді. Оларды көп шығып, және одан кейін бұлар көп қолданылмады. Қазіргі таңда Greenvixті өте аз адам ойнайды. Бұл Greenvix сервер деп айтуға да келмей қалған. Greenvix қазір ең әлсіз серверлердің бірі. Олардың ең жаман қателіктерінің бірі 3.0 обновлениясы болды. Бірақ адамдар обновленияны өздері күтті. Оның Greenvix'in кінәсі жоқ. Адамдардың өздері айтты осындайны. Бірақ кейіннен өкініп қалды. Және кейін 2023 жылдары Greenvix уақытша жабылды. Олар өздерінің адамдарын қайтарды. Мысалы, мен бұрынғы Greenvix игрогымын. Бұрыннан бері мен 6 жыл бойы Greenvix ойнап келе жатырмын. Ал бұл сервердегі менің бір монтажым болып қабылдасын. Осымен Greenvix'in жабылу себептері аяқталды, достар. Егер арнаға тіркеліп лайк басатын болсаңыздар, бұрынғы Greenvix контенті, яғни қазақ МКБ-сі оралады деген ойдамын. Және арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше, ал бұл менің бір монтажым. Бұл видеодағы мен телефон ойнап жүрген кезде. Никто не остановит, им всем наплевать. Ты помнишь первую встречу, я чуть ли не забыл. Это ж тот пацан, который тебя так любил. Она, наверное, забыла, как было. Она не думала, что перестанет называть любимым. Она не помнит, когда он был вменяемым. Не помнит, когда видела в нормальном состоянии. Жена до конца, ну да, хорошие слова. Что ты скажешь мне, родная, через годик, Вспомнила я тоже, а что любви было